Кейде көпшілік алдына шыққанда қысылып, ұялып, немесе сөздерімізді ұмытып қалатын жайттар өте көп болады. Сондай жайттарды алдын алу үшін дайындалудың маңызы өте зор. Көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайындалу шешендік өнер үшін ең маңызды кезеңдердің бірі. Осы орайда Дейл Карнегидің сөйлейтін сөзін алдын ала дайындамай, көпшілік адам түзетілмес қателік жібереді дейді. Сондықтан да мен қазір сіздерге көпшілік алдына шықпас бұрынғы дайындалатын үздік тәсілдерді көрсететін боламын. Ең алдымен қанша уақыт сөйлейтініңізді толық біліп алыңыз, соған қарап дайындалыңыз. Әдетте жұрттың алдында көп уақыт сөйлеу аудиторияны жалықтырып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, айтар ойыңызды қағазға қарамай немесе қарап айту мәселесін шешіп алуыңыз маңызды. Қағазға қарап айтқан күннің өзінде көпшілік оң көзімен қарайтындай деңгейде дайындалуыңыз керек. Қағаздан бас алмай оқуға болмайды. Дайындықтың келесі түрі ол өзіңмен кері жұмыс жасау. Дауысыңызды диктофонға жазып, қайта тыңдап көрудің маңызы өте зор. Айна алдында қимыл қозғалысыңызды тексеріп көріңіз. Айтатын тақырыбыңызға немесе ойыңызға қарай киіну стиліңізді дұрыс таңдай біліңіз. Және де аудиторияның тұтқиылдан қойған сұрақтарына тапқыр жауап беру, білім ғылым бәсеке таласын ұйымдастыра білуге дайындалыңыз. Егер топ алдында бұл сөзге немесе сұраққа дайын емес едім, я болмаса жүйрік тілді шешендігім жоқ еді деген сылтаулар айтар болсаңыз, ол сіздің абыройыңызға сын болады. Айтатын тақырыбыңа орай мысалдар, мақал-мәтелдер, дәйек көздер жаттап алыңыз. Бұл сіздің айтар ойыңызды көркем жеткізуге септігін тигізеді. Ауызша шебер сөйлей білу танымсыз, толассыз жаттығудан, жалықпай еңбектенуден, ойшылдықтан туады. Ал сөз сөйлеуге дайындық күрделі шығармашылық процесс. Әр дайындық шеберлігіңді шыңдай түседі.